Да, конечно. Мостом отырады дейсің бе өйтіп камераны. Кеттік намбаны тірек достар бізбен бірге болып сіздермен бірге достар Злые вайпы поешь. Келесі видеода. Келесі. Разгневанный вайпы поешь. Келесі видеода кездескенше достар. Күн жақсы болсын. Иә, Киотода күшті болады. Окей, экскаватормен төбеге кеттік. Сіз қоймайды екенсіз, жақсы режиссер. Жақсы оператор екенсіз. Ой, рахмет, бірінші рет сондай камераны тағады жағынан осындай комплимент естіп отырмын. Может, тебе ловелять и вдруг что видишь? Қызыл. Қара шашын төгілгендей. Нингеодің каташында варияты жасап тұрады. Намбагүл. Біз жүрміз Намбагүлде. Мен бойым ұзында сендер түсіре алмай жүрмін. Қатты бой, төбеден түсірме. Қымақтан бастаймыз. Сіз жүре береміз ба? Ортадан жүре береміз. Ақырындап жанып нормально болады. Ар жақта шамдар жағып жатыр. Ара. Сонымен қыздар, жүрген жерлеріңді комментировать етіп жүрсеңдер. Бүгін семья оператор еді, да? Намба районында өңкей шетелдіктер көп. Бүкіл Қытай сияқты елдерден шетелдіктер келіп, жаңа шоппинг жасайды. Сонда несімен ерекше бұл жер, шоппинг жасайтындай? Арзан ба бәрі? Арзан болғанда білмеймін енді. Осықа арзан сияқты көрініп отыр бізге. Адамдарды арзан сияқты ма? Адамдарын білмеймін енді. Адам сатып алып көрмеген екен мұны кешірім. Мына какоға келді қарап. Адам көп сияқты ғой. Негізі бұл районға жастар бәрі тамақ жеуге келетін сияқты. Тамақ жеуге? Экономиямен такояки. Жеп көрмедік па онда? Бірақ шым тойып тұрған еді сәз ереді. Сәл кешірек жеп көреміз. Ақыл боласың ба? Ақыл болайын ба? Жоқ, кір, давай. Жарасады. Достар, білесіздер ма, Ахо деген топас деген мағынаны береді. Мына жерде Ахо деп жазып тұр, ол топас деген мағынаны береді. Жаман. Японияның красоточкаларын түсіріп жіберейік. Я достар, сіздерге мүмкін қызық болар. Жаңағыдай, Жапонның қыздары, Жапонның ұлдары деген сияқты нәрсе. Сонымен Темура болды. Бағана көтенге қараған жігіт қойып кетті великпен. Мама. Forever 21.
жер маған онша ұнамайды. Маған да ұнамайды. Арай Негізі бич стоит. осы районда жаңағыдай не шыққан ғой. Жапонияның бүкіл жаңағы біздің Қазақстандағы тамаша, Шымкент шоу сияқты нәрселер бар ғой. Соның бәрі осы қадан шыққан әзіл-сықақ театрлардың бәрі. Приколистер қаласы дейді ғой негізі, білмеймін. Бірақ қанша күн жүрміз әлі бір приколист Бір прикол көрген жоқпыз әлі. Неге екен? Осы сөйлесіп көру керек. Biz келе жатырмыз. Сонымен келе жатырмыз. Біз негізі бір үлкен, ол ненің символ екенін білмеймін, бірақ бір үлкен бір жүгіріп баратқан еркек бегунның символына келе жатырмыз. Неге ол бегун? Костюмы бегунның костюмын жақсы. Неге соны символ қылып жасаған екен осы? Білмеймін. Екен. Ол негізі символы емес сияқты, бірақ Осакаға келген адамдар сонымен суретке түскеннен кейін бірте-бірте символ болып кеткен сияқты. Солай ма? Мұны достар қарасаңыздар нәрсе түрлі жаңағы осьминогтардың жаңағы бейнесі дей ма? Бейнесі салынып тұрады. Себебі осы Осакада жаңағы түрлі сондай осьминогтардан жасалған тағамдар өте танымал болып келеді. Солай ма? Иә. Дотомбори деп жазылып тұрады төбесінде. Барайық. Не болып жатыр, қыздар түсіндірмей айтасыңдар ма? Мына жақта Жапонияның премьер-министрі Абе жаңағыдай соғыс болып жатқан елдерге өз армиясын жіберу жайлы конституцияға заңды өзгертіп жатыр ғой. Соған жастар қарсы Why you
дамба деген көшеден жүріп осы митингтің болып жатқанын көріп қалдық. Және өте таңғалып тұрмыз. Жаңағыдай жастардың саясатқа араласу деген өте жақсы нәрсе деп санаймыз. Мысалы бізде де қазіргі мемлекетте қиын жағдайлар болып жатыр, мысалы қайтадан девальвация деген санды заттар. Сонда да мысалы біздің жастар қарсы шықпайды, митинг жасамайды да. Өз пікірлерін білдірмейді. Өз пікірлерін білдіру өте маңызды деп ойлаймын. Жапондар да өз пікірін білдіріп, осылай митингке шыққан жастарды құрметтеуге болады, лайық деп санаймыз. Бері қарабай. Әлі келе жатыр адамшылы жастар. Өзгертпейміз деген, яғни сол баяғыдағыдай қоғамда, яғни соғысқа қатыспаймыз деген заңы бар конституцияда, соны жаңағыдай өзгертпейміз деп жастар митингке шығып жатыр. Біз бейбітшілікті қалаймыз, соғыс болмасын дейді. Біздің жаңағыдай болашақ адамдарды сақтасын деп. Болашақ қазір. Болашақ ұрпақ. Болашақ ұрпақтың бейбітшілік әлемде өмір сүруін қалаймыз деп ұрандатып митингке шығып жатыр. Бұл мысалы әскерін соғысқа жіберу деген сөз, бұл Жапон әскеріндегі өмір сүреді, кәдімгі әскер жігіттерінің қайтыс болады деген, сол жерде жан тапсырады деген сөз ғой. Сондықтан да соған бәріне қарсы болып жатыр. Біздің болашақта ешқандай бір жапондық, бірде бір адам соғысқа қатыспасын деген ниетпен қазіргі жастар бәрі митинг жүргізіп жатыр. Тағы да айтып кететін бір нәрсе, жапондар, қазіргі Жапонияның жастары, Жапонияның баяғы соғысқа қатысқан, соғыста екінші дүниежүзілік соғыс болмасын бәрінде үлкен рөл атқарған ғой, сол үшін қатты ұялады және соғыстың болмауын қалайды. Болды ма? Адамдар тұр ғой, маска киіп түрлі. Соны мына жерден камерадан көрсетіп, ана тұрған әйелі сол адамдар жайлы комменттерін айтып отыр өзінің. Бүгін не бір маскарад па, немене деген сияқты. Семья! Семья!
Тебе. Biz nakışketan bölmede oturmuz. Şulağa olmayın. Стенаның ар жағында тағы бір адам, мына жағында бір адам. Кім ойлапты осындай бөлмеде естіп отырып тамақ жейміз деп түннің бір уағында. Қазір сағат 1:55 кетті. Түннің бір уағында комбинеға барып тамақ алып отырған жайымыз осы енді.